Айтылмаған әңгіме өмірден алынған. Карантинге жіберді, қатаң режимді сақтаймыз деген сылтаумен жұртпен таласып-тармасып жүріп, соңғы билет қолымызға тиген соң жатақханадағы жүгімізді жиып, ауылға қарай тарттық. Билет қымбат дегенің бер жағы. Бағасын естігенде төбе шашымыз тік тұрып, жүрегіміз тоқтап қалуға сәл-ақ қалған. Үйдегілерден ақша жеткенше таусылады. Қарызданып, қауғаланып, өмірде хал сұраспаған адамнан қарыз сұрап, тиыннан ақша құрап әлекпіз. Жалпы жағдайымыз мәз емес еді. Неге асықтыңдар дейсіз ғой? Қаңғыбас ой жетеледі ме, әлде арманның етегіне жармасып келдік пе? Қайдам, қан базардай қайнаған тіршіліктен әбден мезі болғанда, тас қаланың тар көшелерінен тарыдай мейірім таппағанда, ата-анамыздың құшағын, студентіме деп тығып қойған тәттілерін бастан сипап, арқамыздан қағып, маңдайымыздан сүйіп еркелеткенін сағынамыз да тұрамыз. Дес бермей бара жатқан мына індет халықты бүтіндей жұтып жатқанда, біз демалысқа шықсақ жақсы болар еді. Пойызға орын болмай, қайта алмай, мына қалада қамалып қалсақ қайтпекпіз деп, сағымдай шұбырған ойлармен алысып жүрміз. Әйтеуір табанымыз тайпақ болып, талай кассалардың табалдырығын тоздырып жүріп, туған ауылымның станциясына жеттім-ау. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан шығар, мені оқудан оралған күні, қош шынарым, жиған тергенін шашып, кішігірім той-томалақ жасап жіберуді әлде қашан әдетке айналдырған. Бұл жолы да солай. Көрші-көлем тарасып, ән мен өлең таусылған соң, келгендердің әрқайсысының қолына сарқытын ұстатып қайтардық. Күн ұясына батар шақта самаурынды қайнатып, өзіміз шай ішуге қамданғанбыз. Абыр-дабыр басылған соң, әлденіп алайық деген ой ғой. Бүгіндікке судан шығып қалған жайынның аузындай ашылып, жабылып, бір тынбаған есіктен иықты келген құс мұрын, сұстылау, бірақ ашаң жүзін аздап әжім басқан кісі кіріп келді. Дастархан басындағы мен аңтарылып, бағанадан жиылмаған екі езуімді дереу салмақты кейіпке алмастырдым. Орнымнан тұрып сәлемімді берген соң, қыз басымен ағаштай қақшиып тұрғаным ұят болар деген оймен ас үйге беттедім. Артымша анам да келді. Сөйтсем, әкеммен әңгіме дүкені жарысқан, бір-біріне хал қадірінше құрмет көрсетіп, араласып, құраласып жүрген жора жолдастарының бірі ғана емес, біздің ауылдың малын бағатын, күн шыққаннан қас қарайғанша өрістек күнелтетін шопан екен. Әрі қарай қазбалап сұрамадым да, қысқа қайырған жауапқа қанағат етіп, қайта үстел басына жайғастым. Бұл жолы көзім шопанның басына таңылған дәкеге түсті. Сарғайып кетіпті. Көп уақыт шешілмегені де тіпті алмастырмаған сияқты. Не болды екен? Не үшін байлап алған? Дейтін ойлар жүрек жарылыс мені жан күйінішінде іштей жеп барады. Сұрау дегенді ойыңа да алма, Айжан, деп ақылдың көбірі жүректің дүбірін тыйып отыр. Көпшіліктен кейін пайда болған қапырақ бөлмеде бізбен бірге терлеп-тепшіп, шайдан алып, дәм татып, жүрек жалғап болған соң қайтуға қамдана бастады. Пейілі дархан әкем қонып кет дегеніне қарамастан алғысын айтып шығып барады. Ұйқыға кетер шақта әкеммен сырласып, шер тарқатып жеңілдеп алатынымыз барды. Кейде тегін ақылын төгіп, алдыма тастап жібергенде, жылдар бойы шешімін таба алмаған, тұщы етіме ащы таяқ болып тиіп жүрген мәселелерім өздігінен жоқ болып кететін. Қысқасы, әкем Абайдың зересінен, Абылайдың бұхарынан кем емес еді. Кенет қызығушылықпен бала батылдығым бойымды қайта билеп төстеп, әке, үйге келген шопанды бұрын-соңды ауыл адамдарының арасынан аңғармаппын. Қалай келген? Қайдан тап болған?
деген толассыз сауалдарды ретімен жаудыра бастауға мәжбүр етті. Сөйтіп әңгіме Шопанға қарай ойысты. Әуелі әкем ауыр күрсініп, қызыл қан жұтқандай қиналып, терең бір дем алғанын аңғардым. Адамның бәрі Алланың алдында бірдей екенін қашан түсінер екен. Ағаңның есімі өмір серік. Бірақ есімі сияқты тағдыры да тәтті болғанда ғой. Көрші ауылдан. Алғашында әйел бала шағасы болған екен. Кейіннен екі жарты бір бүтін бірін-бірі түсінесе алмады ма, жоқ әлде ниет болмады ма, ажырасып тынықты. Себебін сұраған ем, айтпады. Жоқ, айта алмады. Тамағынан тығылған ащы өксік жасырып қалды. Менің де қазбалай беруге арым жібермеді. Біреудің жеке өміріне сұқтанып қайтейін. Бірақ кейін келіншегінің қайтыс болғанын айтты. Неге екенін ашып та айтпады. Қос перзенті қалада тұрады екен. Келе ме деп, жағдайын сұрайды ма деп, сені неге алып кетпейді десем, ондай жылулыққа лайық емеспін деп еңсесін төмен салады. Байлардың қолына белік түссе басынып, шекесін қысатын әдет емес пе? Арақты судай сіміріп, есінен адасып, әп-дәрменінен айырылып жүргенде бір шіріген байға жалданып мал бағыпты. Кешқұрым өрістен айдап әкелген 4 аяқтының бірі жоқ деп, иесі байбалам салған көрінеді. Бұл бейшара хабарсыз жауапкершіліктің жоқтығынан біреудің тоқпағына тап болып, әбден ұрынып соғылып, жер бауырлап жағдайы кеткенде айдалаға әкеп тастапты. Өлсе өмірем қапсын дегені ме, жоқ шағымданады деп қылмысын жасырған түрі ме, бұл бейбақтың көзін құртуды ойлаған сияқты. Көрші ауылдан қонақтап келе жатып, жолдан тауып алдым. Шағын ауылдың медпунктінен медбике шақыртып, екпе салдырып, емдетіп, артық қылықтарынан арылттым. Осында жұмыс жасағысы келетінін, қателікке бой алдырмайтынын, өлердегі сөзін айтып өтінді. Ауылда жасы келген біздер үшін қандай жұмыс табылады дейсің? Қорадан әрі асып кете алмаймыз. Зейнетке шығатын уақытты сарылып күтуден басқа не қалды? Жылда көбейіп жатыр. Әйтеуір оған дейін алай-бұлай болып кетпесек жарар еді. Сосын мал бағып күн көр, үйренген жау атыспаққа жақсы, білетін ісің ғой, біздің үйден қалаған кезіңде қарын тойдырып ал, бәрібір кемпірім екеуміз ғанамыз, қызды оқысын деп жібердік дедім. Келісті. Міне солай қалқам. Әке, малы жоғалған бай сонша қатыгездік танытқан несі? Деп сұрадым. Санасына берсін, жеткен жері сол болғанды, ой өрісі, иманы таяз болса, кімге өкпелейсін? Деп әкем тағы бір күрсінді. Іштей патша үкіметінің заманындағы бай кедейді басынған уақыт қайта айналып келген бе деп ойлап қоямын. Басына байланған дәкенің сыры да, жыры да енді белгілі болды. Шопан біздің шаңыраққа жиі келетінді шығарды. Алайда ұзын сонар әңгіме жалғап, көп сөзбен көпіріп отырғанды байқаған емеспін. Тұйықтық бар. Сыртынан уәдеге өлердей берік, бір тоға адамдардың кейпіне ұқсайды. Бірақ анам адамның аласы ішінде дегенді жиі айтатын. Оқиғаның соңы белгілі болғанымен, қалай басталғаны маған жұмбақ боп қалды. Сөйтсем, жағдай былай екен. Кейіннен Шопан ата өзі айтып берді. Мені құздан құлатқан, отқа күйдірген, суға батырған бір ғана ұғым болатын. Ол қызғаныш. Некеден кейін басталған махаббатқа масайрап жүргеніммен, келіншегімді көлденең аттыдан, көрінгеннен қызғанатынмын. Қос перзентті тарту етсе де, күндіз-түні көңілім бір көншіген емес. Күдік деген күн өткен сайын көбейді.
таусылмайтын, бітпейтін. Кейде сүйгенімізге ауыр сөз айтып, артық кетіп жатамыз. Сосын жылулыққа салқындық себеміз ғой. Ішкі арпалыстың иық езер салмағы минут сайын іштей улай бастайды. Айтарлықтай себеп жоқ, бірақ көзін көгертіп, көңілін қуратып алдым. Сеніміне селкеу түскен соң менімен ұзақ тұра алмады. Тағы да үйлендім. Бірінші бақ, екінші бақ, қарабақ дей ме? Тағы да жақсы жар бұйырмады. Қазір 40 жамау лашықта тұрамын. Тұрамын деуге де келмейді. Әншейін күнелтіп жүрмін. Кеудемдегі моторымның да соңғы уақытта ақауы пайда болды. Қиындық пен қасірет мені аман қойсын ба. Жиі жүрек талмасы ұстап жүр. Емделуге қалтамда көктейін жоқ. Тәуекел. Ебін тауып, есебін тауып, қалаған уақытта мені де алар. Тек тынысым тарылып, демім таусылғанда, жанымда ешкім болмайтынын ойласам, өзегім өртенеді. Көнбеске амалы бар ма? Ағаш зембілге салып, ақ кебінге оранып, жер қойнына тапсырғанда, басымды қарайтып, бір уыс топырақ салатын ұрпағымнан айрылғаныма өкінемін. Ата-анаң жынды болса, байлап бақ дей ме? 2 перзентімнің бірі келіп, басын иығыма қойып, қорғаным бол, әке, сүрінбейтін тұяқ болушы еді. Бәрін ұмытып, жаңадан бастасақ қайтеді? Немерелерінің қызығын көріп, қылығына тоймай, ортамызға қосыл, деп айтар ма екен. Іздеп барғымақ келеді. Бірақ қаланың қай түкпірінен табамын? Ақша да жоқ оған. Адам дегенім болмаса, құр сүлдірем қалыпты. Тірі өлікке айналғаным қашан? Уақытты кері қайтара алсам, қайран жастығымдағы әр сәттің бағасын білер едім. Әттең. Бірақ бұл өмір. Адамның айтқаны емес, Алланың айтқаны болары хақ. Тағдыр теперешіне тап болғалы, жаратқанды аузымнан тастамайтын болыппын. Кәлимамды айтып, күнде Алладан тез ана ауылға қинамай алып кеткенін тілеп жүрмін. Осылай қысқа жауап қайтарғаны есімде. Кешегінің көп қасіретін айта беруге тамағындағы ащы өксік пен даусындағы діріл мүмкіндік бермеді. Осы әңгімеден кейін көзім емес, жүрегім қоса қанжылады. Қолымнан жетектеп алып шаһардан ұл қызын тауып, қауыштырғым-ақ келген. Бірақ мен ол кезде небары 18-ге жаңа толған бойжеткен едім.